Соңғы уақытта офшор тақырыбы көп қозғалып жүр. Офшор деген не? Ол қалай жұмыс істейді? Офшор дегеніміз резидент емес компаниялар үшін салықтары төмен немесе мүлдем босатылған елдер мен юрисдикциялар. Олардың иелеріне бизнеске қатысын жасыру үшін үлкен мүмкіндіктер берілген. Офшорлы елдерге Кариб бассейнінің арал мемлекеттері жатады: Панама, Белиз, Британ Виргин аралдары. Сенімді офшорлар тізіміне Американың Делавэр штатында қосуға болады. Google, Starbucks, Amazon, McDonald's, Apple сынды компаниялар офшор схемаларын қолданады. Сол арқылы салық төлеуде 90%-ға жуығын үнемдейді. Ол қалай? Жоқ, бұлар салықтан қашпайды. Жүргізіп отырған бизнестері де түгелдей заңға сәйкес. Сіздерге бәрін түсіндіру үшін мысал ретінде Google компаниясын алайық. Әлемнің түкпір-түкпірінде Google'дың кеңселері бар. Бірақ ең негізгі құрылған жері Америка Құрама Штаттары. Google'дың Ирландияның Дублин қаласында бөлімшесі бар. Сол жерге 2000-ға жуық қызметкерді жұмысқа алды. Бұл компания Google Ireland Ltd деп аталады. Сондай-ақ Google Ireland Holding деп аталатын да компания бар. Ол да Google'дың меншігінде. Бірақ бұл компанияда ирландиялықтар жұмыс істемейді. Холдинг сонау Бермуд аралдарынан басқарылады. Барлық патенттер, брендтер, технологиялар, құқықтар және тағы басқалары осы компанияның меншігінде. Ирландияның заңы бойынша, егер компания басқа жақтан басқарылатын болса, оған салынатын салық та басқа жерден болады. Яғни Googleға салық Бермуд аралдарынан салынады, ал бұл жерде оның көлемі 0%. Ескеретін тағы бір жайт, Google'дың Google Netherlands BV дегенде компаниясы бар. Ол Амстердам қаласында орналасқан. Енді оның қызметі қандай екен және бұл қалай жұмыс істейтіндігін көрсетіп берейік. Мәселен, сіз ақш-тағы Google компаниясынан жарнама сатып алғалы отырған клиентсіз. Жарнама құны $1000. ақш-тағы Google Ireland Holdingке сатылымды басқарып, өңдеу үшін $800 төлейді. Яғни бұл ақша компания не брендті құру үшін алынады. Осы қызметті жүзеге асыру үшін Google Ireland Holding Google Ireland Ltd-ға €700 төлейді. Одан алынған ақшаны Google Ireland Google Netherlands BV-ға береді. Голландияның заңына сәйкес, осы ақша Ирландиядағы Google Holdingке қайтарылады. Бастапқы табыстың €700-сы Бермуд аралдарына аударылады. Ал ол жерде бұрын айтқанымыздай салық алынбайды. €300 ағымдағы шығындарға, қызметкерлердің жалақысына және топ ішіндегі өзге де шығындарға төленеді. Және ең бастысы, барлығы заң жүзінде іске асырылады. Офшорлар схемасы осылай жүргізіледі. Қаржы әлемінің осы және өзге де құпияларын жетігінмен бірге біліңіздер.